Gulnara 5 перзенттің анасы, яғни өте қиыншылық ахуалда тұрса да, бәрі көзге қуаныштай байлықтарыңыз бар екен. Біз қуанып жатырмыз көріп. Алла бергенлер, әсіресе ең кішкентайы Мұхаммад һәм Хадиша. Мұхаммад һәм Хадиша. Егізектер бір жасқа еніп толады. 5 перзентпен жалғыз ана қазіргі күнде. Қай жерде жұмыс істейміз? Қазір үйдемін істеймін. Үйдесіз. Балалардан шығу мүмкіндігі жоқ. Жоқ қазір. Там жаңа группада қызым бар еді, соң. Группада. Соң несімен. Бір қызыңыз группада. Кеше больницадан шығарып алып келіп, соңмен әуре боламыз. Көзі көрмей бір көз. Үйге кіретін дарамат. Группада қызымның да несі бар, группа пұлы, кейін пособие бар болған. Екеуін қосқанда қанша шығады? Біреуі 1 миллион 20 мың, біреуі 850 мың пособие. 2 миллионға жетпейді да. 5%-пенен 2 миллионға жетпейді. Һәм жарадамыз бұл жерде. Жара пұл қанша төлейміз? Жара пұл газ тоғымызға төлеп қарасып отырды біздерге. Өзі ма? Газ тоғымызға төлейміз біздерді. Коммуналилерді қарызға кіргізіп жібермесеңіз болды. Төлемей қойдық. Рахмет, Алла разы болсын. Үйдің иесінен. Қазір сіз мұражат қылғаныңызды үйреніп шығып, сразу қолымыздан келгенше осы 5% болғаныңыз үшін әрекет істеп келіп отырмыз да біз бұл жерге. Не көп ойлайсыз қазіргі күнде? Не сұраған балар айдан саладан ең бірінші? Сол Кәусарым көз түзеліп кетсеген деймін. Кәусарым көз кеше қыздың күні көрмей қалды. Операция қылдырды. Енді азырам Ташкентке барып келу керек ертең. Мама көзім көріп кете ма дей береді маған. Алдын көретін бе еді? Алдын көретін еді, кеше қыстың күні бірден көрмей қалды көз. Ташкентке барып көріп істетіп келді, енді қазір ашкейменен нетеді. Бірақ сонда да кеште қараңғыда жүре алмайды да далада. Операция қылдырса болады ма? Енді қылды ғой кеше. Соны енді қайтадан мамам мен папам апарып келеді ертең, құда қаласа, Ташкентке. Оған қаншада қаражат? Ол білмеймін, әр ағайындерден ақша алып папам өзін еттірді. Ертең операция болса да қазір результат онша болып жатқан жоқ, соны көрсетіп келеді. Мен түсінігім бойынша сондай ма? Көзіне бір зат құйып қойып істеді. Енді соң көзім көріп кете мама дей береді. Сау көзді операция қылдырып келді. Ана көз ұлыма көрмейді деп берді енді оны. Солам көрмей қалса не қыламын мама деп жатырды. Қазір сөйле қызыңыз. Болады ма сөйлетлесек қызыңызбен? Болады ғой. Кәусар, кел екеуміз сөйлесеміз. Кәусар? Мені азмаз болса да көріп тұрсам ба? Азмаз болса да, кешқұрым көре алмай қалсам онша. Кеште қараңғыда далаға шықпаймын. Үйде боламын. Кеште қиналып қаласаң да, әзінше 14 жас болса, нешінші класс болады? 8-ші класс боласың ба енді? Оқуларда қандай қиыншылық? Кеше сол қыс айларында қиналып қалды, көрмей. Кітапларды оқи алмайды қазір енді? Қағазға қарамасына қысымен сүрді, үйде қарадым, дәрілерін құйып. Қыста февралда істетіп әкелді да операция. Һәм егізлерім, һәм Кәусар үшеуіне қарап. Әмеміздің де сондай мощный қызлар, ұллар, перзенттеріміз бар. Достар, һәм ешқандай кемшілік жері жоқ, ашық айтамын. Бұл басқа перзенттерімізден өзіңіздің перзентіңіздей перзент. Кәусар, ашық айтамыз. Адамларға не айтқан болар едің? Біздерді көріп отқан адамларға. Біздерді көріп отқан Біздерді көріп отқан адамларға не қыл деген болар едің? Саған жәрдем беруін қалайсың ба? Көзің көріп кетіп, тез қиналмай, қатарынан қосылып оқып сенде кітапларды, Осы видеоны көріп отырған алдында шығатығын еді, курсқа қатынағысы келеді, қызымыз оқығысы келеді, лекін көріп тұрған шарайтты көрдіңіз, қаржылай проблемалар бар. Яғни, текін оқытып беретін ұстаздар шықса, Айша қызымызды жібереміз. Барасаң, жыл тайғанамыз,
bir жыл тайланатын ұстаз табамыз саған. Bir жыл оқытамыз. Ал біздерді көріп отқан болсаңыз, осы үйде бағушы жоқ болғаннан кейін, міне осы қыздар анасына жәрдемші болып отқан екен. Құда қаласа жақсы білім алып, құда қаласа келешекте сол ата-анасын жақсы жасауына үлесін қосу үшін біздерден жәрдем сұрап жатырды. Біз сізден жәрдем сұраймыз. Егер де қолыңызда өнер болып, осындай бір курстарды ашып қойған болып, сонша оқушылардың ішінде бір адамды сездіріп берсеңіз, қатты қуанып қалар едік. Көп қызларды оқытамыз. Сен таярлана бер. Келем, магазинші қызлар бар біздің. Қазір товар аламыз. Қарадан бой басыларынан көрсетеміз. Киімдер, мощный киімдер. Айша қызымыз. Канста бар ма? Канста бар проблема емес. Баяғы тікеріп береді оған. Кансталардың бәрінің өзі барып. Киімдерін таярлаймыз. Құда қалесе бұл апта хаммесіне максимальный әрекет етсек, ендігіден бастап оққа түсірудің әрекетін қыламыз. Сен не қыламыз? Құда қалесе жақсы адамдар көп, или көп жақсы адамдарды көріп, жақсы адамдар бар екеніне ісілесің. Етпей көрдің ба? Өзі ижарада 5 перзент. Жетпегендей біреуінде награмлық бар, және біреуінде азмас дәріге мұқтаждық бар. Кіріп тұрған пұл 1.900.000. Не деген болар халыққа бұл? Шеңіз аға, мен біреуді көріп шүкір ет, біреуді көріп пікір ет дейді ғой. Бір қайтара жылау алдық, майда боларын көз жасын көріп. Не қылеміз, екі ерлазайып азаннан кешке дейін тынбай жұмысқа істейді, һәмде солардың өзі жеткізе алмайды да, бала шағасына не. Бердің өзіне шүкіршілік етіп жасап отқанын өзін көріп, қатты қуандым. Біздерден қатты бір дүние сұрап отқан жоқ, басқа зат сұрап отқан жоқ та, тек өздеріне кереклі болған қызларының сұрап отқан затын естіп қуандым. Қолдан келгенше енді өзіңіздің қол өнеріңізбенен, қолыңызда бар затыңызбен жәрдем беріп қалсаңыз, қатты қуанып қалар едік. Бір Нөкіс қаланың ішінде бір қаралпақ қиналып отырса, біздердің жүрегіміз ашиды. Кеше видео шығарғанның мақсаты сол еді. Айтпай, келің, блогерлер келің деп, сәл қаттырақ тонда айтқан болсам, және бір мәртебе кешіріп қоямын. Келіңдер. Келді, міне бірінші қадам бастап берді. Көріп жатқан результатты көрдің ба? Қазір екеуміздің аудиториямызда шығады. Әлбетте бұның шешіп береміз сол проблемасын. Проблема емес. Мен бір өзіме қиын болып жатыр. Келді, сіздің аудиторияңызда адамдар көп. Бізді білмейтін адамдар көп. Бір адам қазір осы үйдің барлық проблемасын шешіп береді. Сондай екен, келіп қызмет сізден шаршамаң. Ел үшін, халық үшін, осындай insanlar үшін. Жақсылық сауапсыз, жамандық жауапсыз қалмайды деген. Күтеміз.